Достық шынайы ма? Достардың 7 типі. 1000 рет қателікке ұрынбаудың алдын алу. Достықтың 7 түрі бар. Біріншісі ескі достар. Олардың қатарына көп уақыт бірге өткізген сыныптастар, группаластар, әскерде бірге болған жолдастар жатады. Олармен кездескенде басты тақырып өткен өмір туралы болады. Олармен сөйлескенде есіңде ме апайдың бізге ұрысқаны? Ал сабақтан қашып киноға барғанымыз есіңде ме деген сияқты сұрақтар жиі орын алуы мүмкін. Мұндай достар тек қана өткен өмірде еске түсіріп, балалыққа, жастық өмірге саяхаттау үшін қызықты. Олармен болашақты талқылай алмайсың. Олармен сирек кездесесің, жай ғана әңгіме дүкен құрасың. Екінші, отбасылық достар. Мұндай достармен үйленгеннен немесе тұрмыс құрғаннан бері араласасың. Олармен кез келген тақырыпты талқылай аласың. Әзіл қалжыңдарың жарасады. Отбасылық бас қосуларда олармен уақытты көңілді өткізесің. Отбасымен, балалармен, туған күн, отбасылық мерекелер, түрлі отырыстар, қызықты ойындар ұйымдастыра аласың. Тіпті бірге топ болып демалысқа, шет елге саяхаттауға шығуларыңда мүмкін. Алайда олармен жеке дара кездеспейсіңдер. Достық тек отбасы шеңберінде ғана орын алады. Үшінші, құтқарушы достар. Мұндай достар кез келген жағдайда, әлемнің кез келген нүктесінде саған көмек керек болған кезде қол ұшын беруге дайын. Қандай жағдай болса да қасыңнан табылады. Оларға көмек қажет болғанда сен де барлық жұмысыңды тастап ұшып барасың. Бұл достар шын мәнінде қиындықта сені жалғыз қалдырмайды. Олармен сенімді қарым-қатынас орнатып, оларға арқа сүйей аласың. Мұндай достардың бір қателігі өте қарапайымдылығы. Олар іскер және сөз берудің ара жігін ажыратпайды. Олар нағыз іскер адамдар, әрі берген сөзінде тұратын жандар. Олар өмірде көңілді болмауы да мүмкін. Сол себепті олармен де жиі уақыт өткізе алмайсың. Тіпті жақын сырыңды ашып, ақтарылып сөйлесе де алмауың мүмкін. Төртінші, сүйікті ісің бойынша достар. Хобби достар деп айтуға да болады. Мұндай достармен қызықты уақыт өткізе аласың. Себебі қызығушылықтарың ортақ. Мысалы, олардың қатарына спорт, би, ән, сурет салу, тағам дайындау, моншаға бару, кітап оқу сияқты сүйікті ісіңмен шұғылдану барысында танысқан достарың кіреді. Олармен кездескенде ортақ әңгіме тек қана сүйікті істерің жайында өрбиді. Спорт жарыстары, түрлі жаңа рецепттер, сайыстар, өнер немесе соның айналасында болатын оқиғалар туралы талқылай аласыңдар. Ортақ таныстар, фанаттар болуы мүмкін. Егер бұл хоббиіңді тастап кетсең, достармен де араласпай кетуің әбден мүмкін. Бесінші, көңілді достар. Бір ортада көңіл көтеретін, қыдыратын, түрлі жиындарға бірге баратын достарды айтамыз. Кейде мұндай достар қауіпті болуы да мүмкін. Тіпті оларды нағыз достар осылар деп тануымыз мүмкін. Себебі олармен уақыт өткізген өте көңілді, тіпті рахаттанасың да. Уақыттың қалай өткенін сезбей де қаласың. Олар үшін бәріне баруға дайын боласың. Алайда сенің басыңа күн туып, белгілі бір қиындықтарға тап болғаныңда, сол көңілді достарыңның біреуі де қасыңнан табылмайды. Тіпті телефондарын өшіріп, жоқ болып көзге көрінбей кетуі мүмкін. Сені мүлдем өмірлерінен сызып тастауы да ғажап емес. Сен мүмкін оларға қатты ренжитінде шығарсың. Бірақ олар өмірдің тек қана жеңіл жағында жүріп үйренген. Қай жерде жеңіл өмір, көңілді орта, арзан күлкі, сол жерден табылады. Сондықтан оларға ренжудің де қажеті жоқ. Алтыншы, сырлас достар. Бұл достардың қатары өте аз. Тіпті бір-екі достан аспайды да. Ол адаммен жеке қалып, ішіңдегі барлық сақтаған сырыңды ақтара аласың.
проблемаңмен бөлісесің, қиындықтарды да талқылайсың, жан сырыңды да, арман мақсаттарыңды да, толғандырған мәселелерді де айта аласың. Әлсіз тұстарыңды да жасырмайсың. Мұндай достардың ішінде қызғаныш болмайды. Қолында саған бөліп беретін ештеңесі болмауы да мүмкін. Тіпті жастарыңыз да әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ сенің мұңыңды, сырыңды тыңдап, ақыл кеңес береді, жол көрсетеді, бар білгенімен бөліседі. 7. Бір көз қарастағы достар. Мұндай достардың ортасында өзіңді жайлы сезінесің. Ой, пікірлерің, өмірге, түрлі ахуалдарға деген көзқарастарың бір жерден шығады. Бірдей қағидаларға сүйенесіңдер. Өмірлік ұстанымдарың да бірдей. Бір-біріңді толықтырып отырасыңдар. Идеяларың өте ұшқыр, мақсаттарың айқын, дамуға бағытталған. Олармен тек қана болашақ өмір туралы, алдағы жоба жоспарлар туралы, күтілетін нәтиже, жетістіктер туралы айта аласың. Жоспардың орындалып, мақсатқа жетудің жолдарын қарастырасыңдар. Бір-біріңді ынталандырып, алға ұмтылуға жетелейсіңдер. Әңгіме көбіне мотивациялық тақырыпты қамтиды. Араларыңда тығыз байланыс орнайды, сыйластық танытып, бір-біріңді құрметтейсіңдер. Алайда сен олармен үздіксіз әрі тұрақты даму жолында болуың керек. Құрметті оқырман, достық пен достардың 7 типін айтып өттік. Сіз қалай ойлайсыз? Достардың тағы қандай типі болуы мүмкін? Сіздің қандай достарыңыз бар? Бейне жазбаның астындағы комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер екен. Уақыт бөліп тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сіздерге деген құрметпен, Дана қыз.